Достар, қараңыздар, регистрация жасау үшін, например, вход системаны шығамыз. Сосын регистрация дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде флаг шығады. Мына қытайша жазу. Телефон номерінің астында қытайша жазу тұр. Соны басасыз да, ең астыда мына ұзыннан жазылған Қазақстан, Россия деп тұр. Соны подтвердитті басасыз. Сол кезде мына 7-ге ауысты. 7-ге номеріңізді айтып жіберіңіз. 8 керек жоқ, басасыз. 8701 701 299 299 33 00. Код приглашения, шақырған адамның код приглашениесін қоямыз, вставить етіп. Пароль пока бір ғана пароль қоя тұрамыз, чтобы шатаспас үшін на английском. Оны өздеріңіз бірдей қылып қойыңыздар, чтобы шатаспас үшін әзірге. Қотыңыз қандай? Так, пока барлығын бірдей қойыңыздар, чтобы спонсорларыңызда тексеріп қарап отырғанға дұрыс жасалды ма, жасалмай. Я согласенді басасыз, получить смс. Сізге смс барады, сол 4 құпия санын айтыңыз. Бұл жақта 55 секунд уақыт беріледі. Немесе естіп системадан шығып кетіп WhatsApp-қа кіріп отырсаңыздар, мына секундомер тоқтайды негізі. Автоматически, да, короче. Частотыңыз. Бұл жақта смс подтверждающий тексереміз. 75 75 72 25. Регистрацияны басамыз. Мына регистрация прошло успешно деп шығады. Не сейчас. Пока сосын қайтадан осы кабинетке кіресіздер. Сол кісінің номері сақталды. 40-тан 13-ке дейін басасыз. Құпиясан қайтадан вайтиді басасыздар. Не сейчас. Так, мына жерде астында тұр майо деп компьютердің бейнесі тұр, соны басасыздар. Одан кейін оның астында мына қызыл доходы и расходы магазина деген тұрады, соны басасыздар. Бұл кәдімгі платежный паролін восстановить ету керек. Сол кезде қайтадан смс келеді. Страна регионда қайтадан Россия мен Қазақстан таңдайсыздар. Телефон номер сақтаулы. Құпия санын 1-ден 3-ке дейін қойып қойыңыздар, покаға түсінікті болу үшін. Повтор, соны қайтадан басасыздар. И қайтадан смс жібересіздер. 50 секундтың ішінде қайтадан сізге телефоныңызға смс келеді. 2 рет келеді. Өзі регистрация жасау 1 минутқа толмайды, әріптестер. Сондықтан бизнес өзімдікі деп қабылдаған адам регистрация жасауды, заказ жіберуді, жаңа товарыңыз қалай тексеретін үйреніп алсаңыз. 73. Подтвердитті басасыздар. Болды, кабинет толыққанда успешно установлен деп тұр. Келді. Енді мына үстінде тұрған шестиэкраник тұр ғой, настройка. ID номерімен фанаты деп тұр. Это мое ID. Сол жақтан изменить информация профильді басасыздар. Мына жерде никнейм деп тұр ғой, сол жерде логинін өзгертесіздер. Логиніңізді кім деп қоямыз? Сәуле, Жоқ. Сәуле деп па? Аңғылшы қой өресі ба? На английском. Сәуле деп онда қысқасы. Сәуле. Так, женский деп таңдаймыз. Сәуле деген есім болып қалуы да мүмкін. Система ошибка, бір цифр қойсақ болады. Онда бұлай жаза кісі В, мынандай В. Осында? Қалай жазыңызға? Ви ма? Бұлай, В. Дұрыс, солай қойдым. Сав, тек шәріп па? Савле, да, сонда? Савле, бұлай, Сонда ұмыт қалмайтындай дегенім ғой. Түсінікті. Сохранить басамыз. Успешно болды. Міне қараңыздар, кабинет ашылды, Савле деп, кабинеттеріңіз ашылды. Болды, регистрацияны осылай жасайсыздар.